тәжірибемізді бастайық. Ендеше Фатима, бізге керекті заттармен таныстыра кетші. Сірке суы, сода, мынау не екен? Қолымызды сүртетін майлы. Біздің бүгінгі зерттейтін тәжірибеміз жаңартудың атқылауы. Ең алдымен осындай құты алып аламыз. Және де бізге жаңа не керектеріміз? Фатима, не екен? Топырақ керек. Топырақты азымыз бір-біріне жағысу үшін істеп арамыз. Ылғалдап аламыз екен. Ылғалдап алып, құтымыздың сыртына топырағымызды осылай орналастырып аламыз, иә? Бұл бізге не болып көрінеді? Ау болып көрінеді. Фатима, қарап тұр, мұқият. Келесі кезекте сен жасайсың. Түсінікті ме? Топырағымызды салып болдық. Енді былай қолымызбен дұрыс. Қолымызды орналастырдық, иә? Болды. Енді кезекте су сабынымызды істейміз, құямыз. Бұл кезде қауіпсіздік ережесін естеуіміз керек, сақтауымыз керек, дұрыс айтасың. Не істеуге болмайды? Көп жақындауға болмайды екен, дұрыс айтасың. Және де қолымызға қолғабымызды киюіміз керек. Қолғабымызды кию. Су сабынымызды салдық. Екінші не істейміз? Бояу, дұрыс айтасың. Қандай түс мынау? Қызыл түс. Қызыл түс екен, дұрыс айтасың. Қызыл түсті бояуымызды салайық, араластырайық. Дұрыс айтасың. Араластырып, салып, осылай. Және де не екен мынау? Сода, ә? Содамызды біреу, сосын екеу салайық. Тағы да кішкене салып жібереміз, ә? Енді мына сірке суымызды істейік. Араластырып жіберіп, сірке суымызды құямыз. Саған ұстауға болмайды. Кішкене кейінірек тұрайық. Столдан. Кейінірек тұрайық. Енді тауымызды көрейік. Қандай болар екен? Қандай болар екен? Не істеп жатыр? Не істеді? Тауымыз атқылады ма? Атқылады. Дұрыс айтасың. Атқылап жатыр, иә? Жаңа таудың